Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, пайдалы, сүзбелі кекстер дайындайтын боламыз. Оның начинкасы ретінде, яғни ортасына малина салдым. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз, алдағы жаңа рецептерді бірінші болып білетін боласыз. Сүзбеге, яғни творыққа қант, жұмыртқа салып, блендердің көмегімен еземіз. Бір келкі қою масса шығу қажет. Сүзбеміз майлылығы кемінде 5% болуы қажет. Сонда дәмдірек шығады. Сүзбелі массамызға ерітілген сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі қою қаймақ сияқты болуы қажет. Сосын үстіне аздап ұн саламыз және де қамыр қопсытқыш саламыз. Сосын тағы да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осындай өте қою қамыр шығады. Қағаз капсулалар салынған формаларымызға қамырымызды жартылай салып шығамыз. Егер формаңыз осындай силиконовый болса, онда қағаз капсуланың қажеті де жоқ. Өйткені силиконға жабыспайды. Менде мұзға қатырылған малина, егер сізде свежий малина болса, сонымен алмастыруға болады. Малинамызды алып, қамырымыздың үстіне кішкене бөліктеп салып шығамыз. Кішкене қасықтың көмегімен немесе қолдың көмегімен батырып жіберсеңіз де болады. Сосын үстіне қалған қамырымызды тағы да салып шығамыз, яғни малинаның бетін жауып шығамыз. Бетін осындай шай қасықтың көмегімен тегістеуіміз керек, себебі сіз қалай саласыз, тура солай піседі, яғни беті тегістелмей қалуы мүмкін. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз, яғни қызарғанша пісіріп аламыз. Әбден суыған соң үстіне сахарный пудра сепсеңіз болады. Ол тек сәндікке ғана, яғни өз қалауыңызша. Астарыңыз дәмді болсын.